енді жаңа тақырыпқа көшеміз. Жаңа тақырыпқа көшпес бұрын болжау әдісі арқылы бүгінгі тақырыбымызды анықтап алайық. Мына тақтаға қараңыздар. Мына жерде не көріп тұрсыздар? Қазақстан өнімдерін көріп тұрсыздар. Süt ürünleri. Яғни мына жерде көріп тұрғандарымыздың барлығы Қазақстанда өндірілетін өнімдер екен. Отандық өнім, кәсіпорын, жүзеге асыру, өндіреді, кәсіпкер, Қазақстанда жасалған деген сөздер берілген. Тірек сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Мына жерде берілген ұяшықтарды ашамыз, сосын сол жерде берілген суретке қарап, ақпарат айтамыз. Таңдай ғой қазір. Бесінші ұяшықты таңдайсыз? Қант өнеркәсібі туралы екен бұл жерде. Қазақстанда қант өнеркәсібі орта деңгейде дамыған. Алғаш рет Қазақстанда 1933 жылы Бекеде, 1934 жылы Талдықорғанда қант зауыты пайдалануға берілді. 1936 жылы Таразда қызылша өңдейтін зауыт ашылды. Жақсы, рахмет көркем. Келесі ұяшықты тыңдап. Бірінші топқа қазір тірексіз баж жасау арқылы бүгінгі тақырыпты ары қарай ашады. Екінші топ ментальды карта жасайды. Үшінші топ бізде презентация жасайды. Акционерлік қоғамы 1974 жылдың желтоқсанынан өзінің жұмысын бастаған. Кәмпит, вафлер, дрожжи өндіреді. Абай және Ротфронт басқа тәтті өнімдерді шығарады. Жақсы. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз дамып келе жатыр, яғни ел экономикасы көтеруге өз үлесін қосып жатыр барлығы да, және сонымен қатар бізде өндірілетін өнімдер экспортқа шығарыла ма? Әрине. Мына жерде QR-кодты сканер жасайық.